Бірінші сұрақ. Есептеңіз. Мына жақта бізге өрнек берілген. Осы өрнектің мәнін табу үшін алдымен амалдарын ретін қоямыз. Бірінші амалымыз ол бөлу. Кейін сол жақтан бастап оң жаққа қарай осы қосу амалдарын орындаймыз. Екінші амалымыз басында, үшінші амалымыз осы жерде соңында. Енді амалдарын бір-бірден шығарамыз. 1/10-4 бөлінген 2/3-1-ге. Осы сандарды бөлу үшін екеуін бөлшектің бірдей түріне аудару керекпіз. Мына санды ондық бөлшекке аударуға болмайды, сол үшін екеуінді жай бөлшекке аударамыз. Неге мынаны ондық бөлшекке аударуға болмайды? Өйткені бөлімін онға, жүзге немесе мыңға біз келтіре алмаймыз. Өйткені жоқ осындай натурал сан 3-ке көбейткенде 10 шығатын, немесе 100, немесе 1000 шығатын. Сонда 1/10-4-ті 10-14 деп жазсам болады жай бөлшекке аударғанда. Бөлінген 2/3-1-ді бұрыс бөлшекке аударғанда 3-7 деп жазамын. Көбейту мен бөлуде әрқашан аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке аудару керексіңдер. Енді бірінші бөлшекті мен көшіремін 10-14. Ал екінші бөлшекті мен аудару керекпін. Егер мына жерде бөлу тұрса, оны көбейтуге аударғанда екінші бөлшек ауысады да 7-ден 3-ке көбейтеміз. Енді осы жерде сандарды қысқартуға болады. 14 мен 7 қысқартылады. Мына жерге 1, осы жерге 2. 10 мен 2 қысқартылады 2-ге. Мына жерге 1, мына жерге 5. Сонда қалғаны үстінде 1 көбейту 3, ол 3. Астына 5 көбейту 1, ол 5. Болды. Бірінші амалдың жауабы 5-тен 3-ке тең. Жалғастырамыз. Екінші амал. Екінші амалда минус 3/7-ден 2-ні қосу керекпіз 5-тен 3-ке. Осы екі санды қосу үшін олардың таңбаларына қараймыз алдымен. Бірінші сан бізде теріс сан, екінші сан ол 10 сан. Сондықтан біз таңбасына қарамай үлкен саннан кіші санды азайту керекпіз, және сол үлкен санның таңбасының жауабына аламыз. Сонда жауабына минус таңбасын аламыз, және жақшаның ішінде үлкен саннан 3/7-ден 2-ден азайтамыз, осы кіші санын 5-тен 3-ті. Оларды бір-бірінен азайту үшін екеуін ортақ бөлімге келтіру керек. 7-ге және 5-ке бөлінетін ең кіші натурал сан ол бізде 35 саны. Сонда бірінші бөлшекті толығымен 5-ке көбейтем, екінші бөлшекті үстінде астында екеуінде 7-ге көбейтемін. Сонда минус көшіріледі. Жақшаның ішінде 3/5-ке көбейткенде бөлімін шығады 35. Алымында шығады 5 көбейту 2, 10. Енді азайту. Екінші бөлшекті 7-ге көбейткенде астында дәл солай 35 шығады. Алымында 3 көбейту 7, ол 21-ге тең. Екі бөлшекті азайту немесе қосу үшін әрқашан ортақ бөлімге келтіру керек оны. Енді біз бірінші саннан екінші санды азайту керекпіз. Бірақ 10-нан 21-ді азайтуға болмайды. Оны азайту үшін осы бүтін мәннен 1/ді қарыздаймыз. Және мына жерге жазамын, енді минус. Жақшаның ішінде 3 болмайды, енді 2 қалады. Және 1/35-ке көбейтіліп 10-ға қосылды. 35 астында қалды, үстінде енді 45 болады. Азайту 35-тен 21. Қараңыз, 1/ді қарыздадым, жақта 2 қалды. 1 бөліміне көбейтіліп, үстіне қосылды, 45 жақта. Енді мына жерде азайтуға болады, минус болады жауабы. 2/45-тен 21-ді азайтқанда шығады 24. Минус 2/35-тен 24. Ол екінші амалдың жауабы. Әрі қарай жалғастырамыз. Үшінші амалымыз. Минус 2/35-тен 24 қосылған 6/7-ден 6. Екі бөлшекті бір-біріне қосу үшін оларды ортақ бөлімге келтіру керекпіз, иә? Енді
Мына жерде 7, мына жерде 35, 35, 35-ке де бөлінеді, 7-ге де бөлінеді. Сол үшін тек қана екінші санға қосымша көбейткішті береміз. Сонда 5-ке көбейткенде мына жақта 35 шығады. Минус 2 бүтін 35-тен 24 қосу 6 бүтін, мына жерде 35-тен 30. Екінші амалдағыдай екі санның таңбалары әртүрлі. Бірінші ол теріс сан, екінші 10 сан. Және екі санның таңбалары әртүрлі болғанда, біз үлкен саннан кіші санды азайту керекпіз, таңбасыз. Одан кейін үлкен санның таңбасын жауабын аламыз. Сонда жауабы бізде 10 сан, және үлкен саннан азайтамыз кіші санды. 6 бүтін 35-тен 30 азайтылған 2 бүтін 35-тен 24. Сонда жауабында шығатын сан бізде ол 4 бүтін 30-дан 24 азайтқанда 6. 4 бүтін 35-тен 6. Осы сан қысқартылмайды. Сонда жауаптардың ішінен іздейміз сондай санды. С жауабы 4 бүтін 35-тен 6 бөлшегі дұрыс жауап.